Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алтынай. Бүгін мен сіздермен пісіруді қажет етпейтін торт рецептімен бөліскім келеді. Алдымен грецкий орехті қуырып аламыз. Печеньенің бөліп ыдысқа саламыз. Печеньенің түрі маңызды емес. Менде крокет с кунжутом печенье. Грецкий орехті үстіне салып, араластырып, бөлек алып қоямыз. Енді бір ыдысқа қант саламыз. Қанттың үстіне какаоны салып, әбден араластырып, суды қосамыз. Суымыз бар қосатын. Оның үстіне ең артынан майды салып, ыстық отқа қоямыз. Ыстық отқа қойып, қайнағанша ысытып аламыз. Өте қатты қайнатпаймыз. Сосын печенье мен грецкий орехтің үстіне құйып, әбден араластырамыз. Әбден араластырып болған соң, торт пісіретін формаға саламыз. Торт пісіретін формаға салып, үстінен әбден мұжимыз. Ол жерімен де түспей қалыпты. Сосын 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Оғанға дейін ыстық судың үстіне ыдысты қойып, оның үстіне сливкиді қоямыз, 10% сливкиді. Сливкидің үстіне шоколадты бөліп саламыз. Плиточный шоколадтың түрі маңызды емес. Мен Қазақстан шоколадын салдым. Әбден езілгенше араластырып, ысып тұрған күйінде құймаймыз, аздап суытып алып, холодильниктен шыққан торттың бетіне жақсылап құямыз. Шет-шетін тегістеп, аздап ванилин қосуға болады креміне бетіндегі. Торттың үстіне құйған соң, шетін грецкий орех пен арахисті араластырып, ұмталап, жақсылап әсемдейміз. Жақсылап әсемдеп болған соң, керемет дәмді торт қонақтарыңызға ұсынуға дайын. Сіздермен болған Алтынай. Сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.